Бұл ертегі бақытты аяқталған сияқты. Бірақ шайтани қорқынышты нәрселерді ешкім байқамаған. Бұл бала аты Азат, және бүгін мен сіздерге оның оқиғасында не дұрыс емес, қандай нәрсе қорқынышты әрі шайтани болып көрінеді, соны айтатын боламын. Баяғыда Азат деген бала байдың қойшысы болыпты, және сыбызғыда ойнауды жақсы көреді екен. Күнде байдың қызына далада сыбызғы тартып беріп отырады, ал байдың қызы болса ән салады. Сосын бай оны көріп қойып құлағынан жұлып көтіне теуіп жұмысына кіріседі, ал қызы болса үйіне кіргізіп жібереді. Кеш батады, және де жер сілкіне бастайды. Сосын дәу келеді. Азаттың зәресі ұшып кетеді. Ал дәуге болса Азатқа бәрібір. Сосын ол байдың қызын ұрлап бара жатқанда Азат жүгіріп барып дәудің аяғына тістейді, ал дәуге болса бәрібір. Сөйтіп дәу кетіп бара жатқан кезде Азат атына мініп оның артынан қалмайды. Сосын артынан қуа таң атады. Ол аты болса шаршап келе жатыр. Солай жүріп келе жатқан кезде бір ізгесушіні көреді. Ол дәу ана жаққа кет дейді. Сосын Азат оның пайдасы тиіп қалар деп өзімен бірге алып кетеді. Солай келе жатқанда екеуі бір батырды көреді. Және де ол ерлік жасай алмай, оның достары оны мазақ қылып жүр екен деп айтады. Азат ойланып, сенің де пайдаң тиіп қалар деп өзімен бірге алып кетеді. Ал ат болса ұзарады. Солай келе жатқан кезде бір алып күштіні көреді. Және сол күшті адамды өзінің күшін қайда жұмсарын білмей жүр екен. Азат сенің де пайдаң тиіп қалар деп оны да атқа отырғызып алады. Ат болса ұзарады. Солай келе жатқан кезде бір кезде аттарын жоғалтып алады. Артына қараса, қолы жақсы жұмыс істейтін ұрлықшы атты ұрлап бара жатқан жерінен көреді. Ұстап алып, сен де бізге пайдаң тиер деп алып кетеді. Ат болса тағы ұзарады. Ізгесуші арқылы дәуге жеткен кезде ол ұйқыда екен. Сосын оны оятып алмай, Азат өз жоспарын өз достарына айтады. Сөйтіп айтып жатқан кезде әлгі дәу артында қарап тұр екен. Сосын Азатты ұстап алып, жесем ба деп ойланып тұрады. Сен кімсің деп сұрайды. Ал Азат болса өз атын айтып, мен саған сыбызғы тартып берейін дейді. Сосын дәуге бұл сыбызғы дауыстары өте қатты ұнайды, және де ол билеп бастайды. Ал сол уақытта ұрлықшы болса құлыпты өз қолымен шешіп бастайды, және де қызды алып шығады, және де жерге лақтыра салады. Ал жерде күші көп адам оны қағып алып қашып бастайды. Ал әлгі батыр болса өз садағын алып шығып дәудің дәл көзіне атады. Сосын дәу енді ғана құлайын деп жатқанда әлгі күші көп адам оны итеріп жібереді. Дәу болса сүйектер жатқан шұңқырға құлап дым істей алмай қалады. Сосын олар қашайын деп жатқан кезде әлгі ұрлықшы ошақта қалған деп әлгі байлықтарды өзіне алғысы келеді. Сосын төртеуі қайтады. Ал ізгесуші болса, енді мен жолдарда адамдарға көмектесіп тұрам деп тоже қалып қояды. Батыр болса рахметін айтып өзінің қамалында қалады. Сосын Азат пен байдың қызы қалып атты дәуге бере салады, күші көп адамға. Сосын ол өз жолдарымен кетеді. Бай өз қызын көргеніне қатты қуанып Азатқа рахметін айтады, және де соңында үшеуі билейді. Азат болса сыбызғысын тартады, ал дәу болса өз шұңқырында әлі жатыр. Енді қорқынышты теорияларға кеттік. Бұл теория бойынша Азат бір дәуді ғана жеңді, ал оның әлемінде ондай дәулер толып жатыр. Сондықтан Азаттың оқиғасы бұнымен әлі біткен жоқ. Дәулер көбейіп, қаншама ғасырлар бойы жасырынып адам ұрлайды. Сол үшін Азатқа босанысып қалуға болмайды. Ойланшы, мына дәу қайдан шықты және не арқылы пайда болды? Осылай ойлана келе, біз дәулердің жалғыз емес екенін білеміз. Дәулер шайтандар. Иә, біртүрлі естілетін шығар, бірақ біртүрлі бет әлпеті және істеген ісіне қарасақ, нағыз шайтанның өзі. Және алдыңғы теорияда біз сұрақ қойғанбыз, мына дәу қайдан шықты және не арқылы пайда болды деп. Осыған жауап міне. Олар шайтандардың басқаша түрі, және олардан аулақ болып қашу керек. Ол дәулерді қарай отыра, оның көзі қараңғыда жақсы көреді. Естезу мен құлағы жақсы еститінін көрдік. Сол үшін аулақ жүру қажет. Сыбызғы өте қауіпті зат. Біздің басында көргеніміз айсбергтің басы ғана. Шын мәніне келсек, сыбызғыны Азат қолданғанда байдың қызы үйден далаға шығып билеп ән салып қуанады. Және соңында да дәуде билеп кетті. Сонда сыбызғының қараңғы қорқынышты күші бар деген сөз. Дәу келген кезде беталды келмеді. Ол сыбызғыны сезіп, оның дауысын естіп, қаншама күндер бойы жол жүріп дәл осы жерге келді. Бұл сыбызғыны дәулерге арналған көне шақыру құралы болған. Азат байқамай дәуді өзі шақырған болуы мүмкін. Қыздың дәу ұрлап кеткенде ештеңе сезбеуі күмәнді. Теорияға сай, қыз сиқырмен ұйықтатылған, немесе дәумен бұрыннан байланыста болған секілді. Сондықтан Азаттың сыбызғысы ол жай музыка емес. Осы ертегідегі Азатқа кездескен және көмектескен адамдар олар тірі емес. Олар дәудің баяғы құрбандары. Және олар осы дәуді өлтіру үшін Азатқа көмектескен. Немесе Азат шизофрен. Бірақ не болса да Азатқа үлкен пайдасын тигізді.
және Азаттың емес, Дәуден кегін қайтару үшін көмектескен. Және шұңқырдағы сүйектер олар сол адамдардың сүйектері. Батыр ерлік жасаймын деп қаза тапты. Ізгесуші саяхаттап жүргенде өліп қалды. Ал күші көп адам өз күшін қайда жұмсарын білмей дәумен төбелесемін деп қаза тапты. Ал әлгі ұрлықшы болса өз ашкөздігінен байлыққа деген өте қатты қызыққанынан қайтыс болды. Міне, олардың оқиғалары осылай бітті. Соңы бақытты біткенімен Дәудің оқиғасы бұнымен бітпеді. Ол оңайдан оңай өліп қалмайды. Және басында айтқандай, Дәу жалғыз емес. Ол тек шұңқырға құлап қалды. Егер тағы да жер сілкініп бастаса, ендеше ол қайтадан оралды деген сөз.